Мына чипсыды бұрын 460 теңгеге сатып алсам, бүгін 900 теңгеге алдым. Қымбат, я? Инфляцияның салдары ма? Жақында Улсмедиа KZ сайты Евразиялық экономикалық одақтың басқа елдерінде инфляция деңгейі төмендеп жатыр. Бірақ Қазақстанда бағаның өсуі бойынша әлі алда тұр деген ақпарат тарады. Бұл рас па? Тексеріп көрейік. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Тақырыпты тарқатпас бұрын каналға жазыл, лайк бас. Осылайша біздің видеомызды басқа да көрермендерге таныстыруға атсалыс. Евразиялық экономикалық одақ елдерінің ресми статистика органдарының ақпаратына сай, Қазақстан шынымен-ақ жылдық инфляция көрсеткіші бойынша көш бастап тұрғаны рас. Нақтырақ айтсақ, бір жылда инфляция Қазақстанда 14,6%-ке жеткен. Ал Қырғызстанда 10,5%-ке, Ресейде 3,25%-ке, Беларусьте 2,9%-ке, Арменияда 0,5%-ке жеткен. Айта кетейік, Ресейдің Украинаға қарсы бастаған соғысынан соң, яғни 2022 жылдың ақпанынан кейін Қазақстан экономикасындағы басты мәселенің бірі инфляцияның өсімі болды. Бұл тенденция 2018 жылдан бергі көрсеткіштерге қарасақ анық көрінеді. Көрсеткіштің аз да болсын төмендеуі тек 2023 жылғы наурызда ғана байқалған. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда.